Poco X7 Pro смартфоны 1 жыл қолданыстан кейін өзін қалай сезінуде және де батарейкасы неше пайыз қалды көретін боламыз. Көрейік, міне мендегі бұл Poco X7 Pro телефоны 12-де 512 гигабайт ең үлкен сақталым. Және де мен ойлаймын, мендегі ең әдемі түсі ол сары түсі. Бұдан да басқа қара және жасылда түсі бар, бірақ ең әдемісі қараңыздар. Осындай көрмегендер болатын болса, бұл сары түсі, сары қара жасалған және де эко-кожамен қапталған. Кейбіреулер айтуы мүмкін, эко-кожа ақталып кетеді, жыртылып кетеді, анау-мынау деген сияқты. 1 жыл болды ұстап жүргенімізге. Ешқандай ақталған да жоқ, кірленген де жоқ. Біз бұны былтыр 2025-тің 4-5 шамасында, февральдың шамасында алғанбыз. Қазір 28 февраль. 1 жыл ұстап, ештеңе болған жоқ, қараңыздар. Экраны 120 Гц, AMOLED экран 6-67 дюйм және де жарықтығы 1400 нит HDR жарықтығында 3200 нит болып, сондай барлық жағын жасалған. Бұның ең жаңағы несі, процессор ешқандай қумайды, жаңағы MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Менің Antutu тексергенімде 1.600.000-нан астам балл жинады. Бұл деген өте сондай тамаша көрсетілім. Бұндай бағаға, мысалы Call of Duty'ні ойнап көретін болсақ, Dimensity 8400 Ultra процессоры. Ешқандай қатпайды, қумайды деген сияқты ғой. Осылай. Ал егер ең бастысы бұда 6000 мАч батарейка, өзімен бірге шыққан 90 ватты зарядкасымен 0-дан 100-ге дейін 42-43 минутта 100% толтырады. Және қараңыздар, ең бастысы бұл 1 жыл істегенде, қазір көрсетем. Қараңыздар. 2025-тің февралында қосылған, көрдіңіздер ме? 310 рет зарядталған, 96% қалды. 1 жылда 4% түскен. Керемет емес пе? 6000 бір тәулікке жететін ал сотка. Міне осылай Poco X7 Pro телефон көрдіңіздер. 1 жылдың ішінде 4% ғана батарейкасы түскен. Және де осындай пленкасының өзі де әлі де өзінің алынбаған, ауыстырмаған, арты ақталмаған деген сияқты әдемі керемет, өзінің бағасына тұрарлықтай телефон. Видеоны қараған болса лайк басыңыз және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.